Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге ұйқыны жақсарту үшін көмектесетін керемет табиғи өніммен бөлісемін. Жарты стакан жатардан алдын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Өздеріңіз білетіндей, ұйқы адам өмірінде өте маңызды. Бұл керемет өнім айран болып табылады. Айран құрамында көптеген пайдалы 12-ден 50-ге жуық микроорганизмдер штамы бар, ал йогуртте 1-ден 5-ке дейін ғана. Айранда пайдалы бактериямен қоса пайдалы ашытқы бар. Екеуі бірге болғанда пайдалырақ болады. Микроорганизмдер ағзада лактозамен қоректенеді. Айранның құрамында лактоза аз болғандықтан лактозаны көтере алмаушылық қаупі төмен. Айранның организмге пайдасы: аллергия, іш қату, бауырды май басу қаупін төмендетеді, иммунитетті нығайтып, қандағы қант деңгейі, қан қысымына оң әсер етеді, зиянды патогендерді азайтады. Айран ұйқыға қалай әсер етеді? Құрамындағы микроорганизмдер триптофан амин қышқылдарын түзеді. Триптофан серотонинге, серотониннен мелатонинге айналады. Мелатонин ұйқыны жақсартып, иммунитетті нығайтып, ісікке қарсы әсер ететін гормон. Айранның құрамында кальций өте көп. Айрандағы микроорганизмдер В тобы витаминін түзеді. Әсіресе стресте витамин В1 өте эффективті. Айрандағы лактобациллалар кортизол деңгейін төмендетеді. Кортизол деңгейі жоғары болса, әрине ұйықтауыңыз қиын болады. Қорытындылай келе айтсақ, айран организмдегі кортизол деңгейін төмендетеді. Кортизол стресс кезінде жоғарылайды. Кортизолдың жоғарылауынан ішек микрофлорасы бұзылады. Соның әсерінен ұйықтауда қиын болады. Көбінесе жас балалар арасында ішек микрофлорасының бұзылысынан ұйқысы тыныш болмайды және ұйықтау қиын болады. Әрине айранды үй жағдайында ешкі сүтінен дайындаған дұрыс. Егер мүмкіндік болмаса, сиыр сүтінен де дайындауға болады. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.